Абоненттік номер бос емес. Абонент жауабын немесе тезірек хабарласыңыз. Абонентке номер занят. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните по линии. The call person is not reached. Please try again or call later. Жігіттер тұрыңдар. Ертерек тұрайық, шай ішейік. Асқазан ауырып кетті. Тұрайық қыздар кішкене. Абду, ақырындап тұра беріңдер шақа. Мен барып түңіліп ташып келейін. Ой, қалай ашылады өзі? Ё-моё. Я уборку не буду делать. Ой, бать, нет. Сен дейсің, сенің Нет, кезегің я бүгін. пойду что-нибудь другое полезное сделаю. Ойбай. А это твое место, значит, ты будешь спать. Жамботта мы же. Давай она бөлек жерде жинамай-ақ қойыңыз. Девочки, мы же договорились вчера кеше бәріне не қылды, Жамботаға түсті, сен неге жинамайын деп тұрсың. Тәрт ашуға болмайды ғой. Неменеге болмайды? Бәріміз келісіп бірақ ашуымыз керек саны сен. Мен тұрмасаңдар не істеймін? Абдусултан, как говоришь, тындык? Түндік. Тындык, это то, что которое сверху было. Ага. Сен бауырсақ бірдеңе пісір. Ойпырбай. Не болды? екеуміз түсіреміз мақұл, екеуміз. Және бауырсақ деген қате болады. Жұмыртқа бірдеңе жеп алар, кеше балалар әкелген жоқ. Жұмыртқа давайте. Кеттік анан қыздар тұрсаң отын жарып берейік Марс. Мағсел. Қазір бір-екі аджиман жасап аламыз ба, бір-екі подход? Или азында болмайды ма? Болады. Болады ма? Болады. Онда бір-екі подход аджиман жасап аламыз ба? Мынау бірдеңе дұрыс емес сияқты бар ғой, мына жақтан жел ұрады, біз бірдеңесін дұрыс шақпағанбыз қазақ. Дуй, да? Бірдеңе жасап ғой. Онда бір ойластырамыз ғой. Онда былай болып тұрды мәселе. Бүгін қандай тапсырма болады екен деймін да, сол ертерек сол тапсырманы бітіріп, содан кейін киіз үйді бір шет жағыларын бүйтіп жауып тастаған The call person is not reached. Please try again or call later. Ассалаумағалейкум, арда қазақ. Дүние жүзіне ақпарат тарататын Қазақ ТВ арнасында байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуы. Ауыл тірлігін қырып жоймаса да қыз жігіттердің тосын тапсырмаға еті үйреніп қалды. Бүгінгі бағдарламамызды әдеттегідей ашық аспан астында бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Иә, біз бүгін қатысушыларымызды тағы бір қиын сынақтан өткіземіз. Қазақ халқының басты тағамы ет болғандықтан мал сою рәсімі өз алдына дәстүрге айналған. Үйге келген сыйлы адамға қойдың басын ұсынады. Қойды соймас бұрын қонаққа бата бергізеді. Сосын пышағын алып өз ісіне кіріседі. Шыны керек, бүгінде қойымды сойып берші деп көршінің көмегіне жүгінетін жігіттер көп. Сол себепті бүгінгі бағдарламамызда жігіттерге қой сойғызып, ет жіліктетіп, қыздарға ішек қарын тазалатамыз. The call person is not reached. Please try again or call later. Марсель, маған көмектесші ме? Жоқ, вот. Ұстап тұр мен қазір жағам. Ұстап тұр мен жағам дейді? Өзі отын жағып бер, біз өзіміз жағып. Сен сені жағып береді жарсың ма? Сен ғана қадамдасың сөйлеміз. Ана еркек жағып берсін. Доброе утро. Что, чай готов? Жамбота, сенің атыңды кім қойды? Отца, родители. То есть ата-әжең қойды? Да. Олар қазақтар болды ма? Да, казахи. Қазақша сөйлейді ма? Да. А отбасың салтанат, басқа жерге барып салтанат құршы. Өз тіліңді білмей, өзге тілде сөйлеу қасірет дейді. Ал өз тіліңді біліп, өзге тілде сөйлеу ол қасиет дейді. Знаешь, что такое қасірет? Что ты поняла из этого? Касрет? Ты же понимаешь, пожалуйста. Знать свой язык — это намного как честь, нежели знать чужой язык. Ну, ты примерно поняла. Лабай орыс тілін үйреніңдер дегенде, өз тіліңнен жиреніңдер.
өзіңді өзекке теуіп өзгенің артынан сүйрелеңдер демеген екен. А что такое, как было, Жиреңдер. Өзге басқаға еліктемеңдер деген. Мысалға біздің қазір шала қазақтар көп қой бізде. Бәрі орысша сөйлесе модный болып саналады ше. На самом деле это не мод, это позор века на самом деле. Бүгін шай ішпейміз. Өзім жағам тұрады. Қолымда бөле. Мысалға сен шетелге барасың да, сен ұлтың кім деп сұрайды. Ұлтың кім деп сұрайды. Мен қазақпын дейді. О, қазақша сөйлейсің. Қазақша сөйлейші деген кезде не айтасың сен? Не істейсің? Қыздырсаш дейсің. Қыздыру білмейсің бе? Бірдеңе айтқым келіп қалады да, бірақ бар ғой. Қыздыра алмайсың Андай ба? бетіме тұрды. Қараш, мысалға біздің Марселен және де Али Сұлтан. Яғни Сергей ғой қазір Али Сұлтан. Біреу орыс, біреу американдық, афроамерикандық. Екеуі де таза сақадай сай сөйлейді қазақша. Тебе не стыдно перед ними? Ну да, конечно, стыдно. Я же пришла в этот проект как-то себя по-другому проявить, чтобы выучить казахский язык. Это же намного важнее. И я бы хотела, на самом деле мне очень нравится, и несмотря на мою аллергию, на мое настроение, что я такая вспыльчивая. Что ты осознала здесь в проекте? Ну, знаете, намного лучше без телефона. Ты живешь моментом, а не в соцсетях. Виснет, вот это вот, оказывается, много чего отнимает от жизни. Оказывается, в жизни столько радости, столько прикольных вещей. Сен неге маған қарай бересің? Мен жандырамай отыр. Гүлмира, қызғанып отыр сені, барш. Енді мынаны оқыршы, елді. Елі орысша билегендердің ағылшынша сөйлеп Америкаша ойлайтын білімді ұрпағының тасы өрге домалап тұрғанда қазақ тілділер, это то есть казахскоязычные. Қазақ болғаны үшін Арлана, яғни қорлана. Негізі менің ойымша бірінші ағаштағы сал болып, сосын қағаз салу керек. Ата-анаң мысалға сен осы жобаны қарап отырған кезде сенің қазақша үйренгенің оларға бір мәртебе ше. Өйткені олардың достары бар. Соны айтады ғой, о, подружкасына хабарласады мысалға. Ай, Қалима, менің қазір қызым осы жобаға шығады, сен қара, қазақша үйреніп дейді. Сосын айтсын, Қалиманың қызы қандай керемет ауылға барып, 12 күн телефонсыз ешқандай несіз цивилизациясыз өмір сүріп қазақша үйреніп келді десек қандай күшті, е? Қашан тамақ дайын болады? Қабдол, Илай! Тамаққа, бәрің тамаққа келіңдер! Қыздар, жігіттер, Элай мен Жанботаны қазақша үйретемін осы жоба бойынша. Ойым шүкір емес кәкір шүкір текке сөкпе, бізге жоқ өкпе, көпті төккен, сауабап көптен, желмаяда жеткен, көк жиектен, күтіп ап ниетпен, қазығарта етпен, шертіріп тиектен, қобыз үмілдеткен, жырымен тербеткен, мен қазақтың ұрпағы деткен, тегім бар күніге жеткен, кіндігімді кескен, тиекпен, ағасының өзіне ілескен, қолғанаты твәй дескен, тіліммен кескен, отпен тілдескен, қасиетті ұрпағы, қазақтың күнменен теңескен. Осындай әуендер шығып жатыр ғой. Мені салтанат шабыттандырып жіберді. Рұқсат болса мен поэзия оқып берсем. Менің сүйікті жігітім хабарласпай кетті соңғы кезде. Бір өлең есіме түсіп отыр. Хабарласпай кеткенің дұрыс болды. Көңілі таңғы судай салқындасын деген шығарсың.
Оңашада қаймығып ән тыңдасын деген шығарсың. Игіліп жыларсың да, басыларсың деген шығарсың. Май айында күзді өткерсін деген шығарсың. Сүйетіні шын болса, іздеп келсін деген шығарсың. Мейрамда да қуанбай, мұңға батсын деген шығарсың. Суық жүзде мұз сырғанасын деген шығарсың. Бәрі де солай болды. Жылаймын мен, ерсіде мұз болып қалмаймын. Бәрі де солай болды. Тек қана іздеп бармаймын. Мен нәзік гүлмін, сен құламайтын шынарсың. Бірақ мен шыдаған дауылға, сен шыдамайтын шығарсың. Қыздар, жігіттер енді мына тамағымызды ішіп, тез-тез шаруа көп қой. Алма ханым қазір жетіп келеді Олжаспенен. Мә, айтпақшы, Олжас демекші, мен Олжастың үйленгенін білмеппін. Сөйтсе, Олжас ол хабарды естімей тұрғанда мен бір өлең есіме түсіп кетті, 4 жұмағын айтып берем. 4 жолын. Мен сонда жылап қалғам, сен сезбедің, кетті шып жырақ қарман. Бұның бәрі неліктен, білесің сен, өзіңді ұнатқаннан. Мынау кім есегі? Биш. Не істеп жүр мынау? Маза жоқ. Кабдол подружка что ли пришла? Жаласың ба? Кабдол? Мына жер қалап қойғам. Как зовут? Мынау кішкене, басы екен кішкене. Давай. Есекке чу дей ма? Есекке чу деп айтам ма? Что деп айтып? Аяқпен ұршы. Отырасың ба? Не знаю. Көтере алмайтын сияқты бірақ. Не, он не поднимется. Мына нені тікенектерін қарашы. Есек па? Кабдолға подружка приехала. Қалайсың? Мен отырайшы. Қыздар, жігіттер, қал жағдайларың қалай? Әдемі? Мына есек қайдан жүр мұнда? Білмейміз. Ауылдан адасып келген шығар? Құрметті қатысушылар, бүгінгі тапсырманы орындауға дайынсыздар ма? Дайынбыз. Онда киімдеріңізді ауыстырыңыздар, іске кірісейік. Please try again or call later. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Эфирде әлемнің түкпір-түкпіріне ақпарат тарататын Қазақ ТВ арнасындағы байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуы. Бүгінгі бағдарламаның тапсырмасы мал сою, жіліктеу, бас үйіту, ішек қарын тазалау, ет асу, қамыр илеу, табақ тарту. Әділ қазылармен таныстыра кетейін. Құрмет Аханұлы, қолөнер шебері. Еділ Рамазан Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрының актері. Дариға Бадықова, кино және театр актрисасы. Жібек Кеңесқызы, Жамбыл ауылының тұрғыны, ұстаз. Әнуар Даутбек, кәсіпкер. Ескерте кетейік, әр сайысқа 1-ден 10-ға дейін командалық ұпай беріледі. Ендеше сайысымызды бастамас бұрын әкімшілер ортаға сойылатын малда келсін. Атамыздан бата сұрайық, е? Әмин. Әумин десе, міне бата дарысын қыдырата. Қыдыру қияласын, бағдәулет ұяласын. Мал берсін, бас берсін, құмыр ұзақ жас берсін. Кең пейіл берсін, кетпес ырыс берсін. Тілеу қабыл боп, мұраттар асыл болсын. Береке берсін асына, бақыт берсін басына. Бәйшешектей гүлдендір, бәйтеректей бүлдендір. Аспандары ашық болсын, отандары тыныш болсын. Құмыр жастар ұзақ боп, келешек қуанышты мақсаттарына жеткізуге Алла нәсіп етсін. Әумин. Құрметті көрермен, эфир этикасы бойынша мал бауыздап қан шығаруды көрсетпейміз. Ал жігіттер, малды апарып, соя беріңіздер, іске сәт. Please try again or call later. Жігіттер мал сойып жатқанда қыздар уақытты бос өткізбей қамыр илеуге кірісті.
Жібек апай, Дариға ханым, сіздер қыздардың әр іс-қимылын бақылап отырыңыздар. Өйткені табақ тартылғанда қамырдың қаншалықты жұқа жайылғаны мен дәміне баға бересіздер. Ал қыздар, іске сәт. Рахмет. Бүгінгі кешкі астарыңыз осы болады. Енді қолдарыңыздан келгенше дәмді қып жасауға тырысыңыздар. Бисмилла деп бастайық, анамыздың тәрбиесін растайық. Бәрекелді. Бүкіл махаббатпенен нанымызды илеп тастайық. Ай, тамаша, бәрекелді. Шабыт дейді ғой. Мен негізі көп жұмыртқа қосқанды ұнатамын. 4-5 қоса беремін. Жұмыртқа қоспайды екен. Иә? Маған керісінше сарғыштау болғаны ұнайды. Сіздерде кім жаяйын деп жатыр? Салтанат өзің жаясың ба? Аягөз сен ба? Салтанат жаят, мен кішек қарындаш. Бөліп алдыңдар ғой жұмыстарды. Бөліп алғанда, бәріміз бірімізге көмектесіп жүреміз ғой, командамыз ғой. Диана, осы уақытқа дейін қамыр жайып көрмеп пе едің? Ең алғаш жасауың, иә? Ал Дариға ханым, Жібек апай, қыздарды өздеріңізге тапсырды, мен жігіттердің қал жағдайын біліп келейін. Диананың қамыр күшті болып жатыр, қыздар. Салтанат, Диана міне дайын келін ғой, дайын келін екен, е. Ана табақтың ішін тазыла, Диана. Табақ деген тап-таза болу керек, нан иленгенде ше. Қатырмай қырып отырып, елеп жібер бірге. Сонымен мал сойылды, жігіттер терісін сыпырып, жіліктеп бас үйітуге дайын. Бұл сайысқа 40 минут уақыт беріледі. Құрметті көрермендер, бас үйітуге Төңкер тобынан Марселен барады, Заман достар тобынан Қабдол барады. Терісін сыпырып, жіліктеу үшін Төңкер тобынан Ерзат, сіздерден Заман достар тобынан Али және Жеңіс қалатын болады. Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп тұрғандай, арамызда Илай жоқ. Ол бұл сайысқа қатысудан бас тартты. Себебі мал сою барысына араласқысы келмейді екен. Ал іске сәт, жігіттер. Ерзат, енді араларыңда Илай жоқ екен. Сен мына жерде жалғыз қалдың. Қалай, реніш жоқ па? Мүмкін сіздер жеңілесіздер, бұл жерде уақыт беріледі дегендей. Ескертіп пе еді негізі бұл сайысқа қатыспаймын деп? Жоқ, қолыма су құйып тұрам деген, сол жаңа бауыздаған кезде. Қаннан шошып қалды ма? Талып қала жаздады ғой. Жүрегі нәзік екен ғой. Жүрегі нәзік болғанда енді ол ет жемей ма, вегетариан деуші ме, сондай екен ғой. Сергей, қалай болып жатыр? Жақсы, құдайға шүкір. Жаман емес, иә? Жаман емес, аха. Негізі, Сергей, сен енді өзің қазақшаға судайсың, мұсылмандықты қабылдадың. Ал мал союды үйреніп пе едің негізі? Мен енді өзім мал сойған емеспін. Мұсылман жігітпіз енді. Сондықтан құрбан шалып, жаңағыдай мал соямыз әрине. Бірақ өзім сойған емес, көргем. Пышақты бірінші рет алып тұрсың ғой осылай қолына? Әрине, бірінші рет алып тұрмын. Қобалжып тұрған жоқсың ба? Қобалжып тұрмын енді, бірақ көреміз, құда қаласа. Женис, что ты можешь сказать? Пока мой помощник работает, я вот стою, ножи точу. Ты только этим будешь заниматься? Нет, я сейчас буду заменять его. Әли Сұлтан, мына жақтан ше, мына көгет дегені бар. Мына көгетін итке қарай жіберу керек. Түсіндің ба? Териге қарай жіберме. Қазір қолменен іритін кезде өзіңе ыңғайсыз болады. Мына жоқ, мына дұрыс болмайды. Мына ары қарай жібер. Териге қарай жібер. Теріден ажырату керек. Иә. Көгеті, андағы көгет. Қалай, Ануар мырза, жігіттердің икемі келіп жатыр ма? Енді Төңкер тобындағы Ерзат балаға қарағанда Әли Сұлтанның ыңғайы аздау екен өзі. Аздау ма? Мінеки, Ерзат өзі жалғыз болса да терісін сыпырып бітірді. Бәрекелді, Ерзат, сен өзің екі кісінің жұмысын жасап тастадың ғой. Илайдың жоқтың білдіртпей. Негізі Google аман болсын. Қабдол, Төңкер тобында қазір Илай қатыспайды ғой енді, көмектеспейді оларға. Іштей қуандың ба әлде? Жоқ, қандай сезімдер болды? Керісінше көмектескім келді, бірақ олай болмайды екен. Себебі шарттары бар енді басқа команданың жігіттерінің кінәсі жоқ қой. Бұл жерде Илайдың өзінің несі қалай өзінің қалауы. Иә, өзінің қалауы. Сондықтан да мен үшін бұл жарыс емес, мен үшін бұл опыт дейді ғой.
Илай, сенің жаңаға қанның шығуына қарай алмайтыныңды бәрін түсінеміз әрине, бірақ командаға сенің қолдауың қажет. Егер де сен қазір қатыспайтын болсаң, көмектеспейтін болсаң, олар әрине үлгермейді. Сенің командаң жеңіліске ұшырайды. Саған реніш болады ғой сосын. Я хочу еще раз объяснить. Это мои моральные ценности, за которые я не переступлю. То есть ты сейчас не будешь команде помогать? Я не буду. Я изначально это говорю. Шеқарын түсіре беруге болады. Жалғыз Ерзаттың өзі тез етіп терісін сыпырып тастады. Екеулеп үлгермей жатсыңдар. Ерзат жалғыз өзімне шеқарын да шығарып тастап үлгерді. Ануар мырза, кішкене жігіттерімізге көмектесіп жіберіңізші. Үлгермей бара жатырмыз деп уайымдап тұр жігіттер. Біз ана еті қалып жатыр, мысалы, соны түсірайын десек, сіз қарамайсыз. Әгер терісін сыпырып бере салайын ба, уақытым көп мен. Ерзат, ол жаққа араласпай-ақ қой. Ну, я тебе говорил, а ты тормозишь, блин. Боишься. Сверху, не сверху, снизу, смотри, весь. Можно сверху, можно снизу. Говорили же, разницы нет. Ты мына төс жағын ашып аласың. Я понял, просто смотри, мы здесь в одном месте делаем, смотри, видишь, вот мясо остается. Видишь? А ты сверху сейчас будешь делать, ты не смеешь сделать. Төстің ішінен қара. Өзінің жігі бар. Қабырғамен екі ортада төстің жігі болады. Тура содан мына жерден тоқта. Ортадан жарма. Міне мынадан пышақ салсаң, мына өзінің жігі бар, міне. Әппақ болып көрініп тұр, қабырға бар. Содан былай жүргізесің. Содан мынау төстің еті болады. Ерзат. Аха. Вот, дұрыс. Тоқта. Енді осылай алып келсең, былай қарай төстің еті болып шығады. Былай алып кете берем. Аха, алып кете бер. Осы реалити шоуға келгелі шынымен де біраз нәрсе үйреніп жатсыңдар, иә? Иә, аха. Пеш қалауды білесіңдер, киіз үй тігуді білесіңдер. Бүгін міне қой сойып жатсыңдар. Әлі алда талай қызықты да қиын тапсырмалар болады. Әлі біраз нәрсе үйретеміз. Иә. Былай жаман емес сияқты. Иә, былай негізі жаңа мақтады ана. Ал жағын сындыру білесің ба? Жағынан қалай сындыру керек деймін. Ау, иә, ондай да бар ма? Иә, әрине. Табаққа тартқан кезде жағын сындырып береді ғой. Солай ма? Мен білмейді екенмін, шыны керек. Мына жайлап түсіре бересің бері қарай. Қолымды ұстап тұрасың, ар жағында шек қарын тұр. Иә, болды. Жаржы бересің. Дайте. Ана не істеп тұр қолымды? Түсіндім. Ар жағы. Қыздар, шек-қарынды әкетіп беріңдер. Шек-қарын тазалай берсін да, қыздар шек-қарын тазалай берсін. Әрі қарай көретіндеріңіз. Осымен тоқтат, қазанға тура осы кейінде саласыңдар. Жоқ, өзім істеймін. Ё-моё! Күшті шықты қамырың. Жеп көрдік, әдемі бәрі, дәмді. Осыдан қатты шашайын. Быстро? Ол выше қалады кез. Все, я понял, сейчас. Он начинает вот так. Мұнда да жақтың астында қалыпты, иә әлі? Иә. Қабдол, жүн болмау керек дейді. Қабдол мына жағындағы су тиген жүндерді үйт. Көбірек. Аяна, жігіттердің сайысына араласпаймыз. Сіздер жақта қалай болып жатыр, ама? Үлгеріп жатыр ма, жігіттер? Жоқ, жігіттер кішкене қиналып тұр. Жіліктеуден мүлдем хабарлары жоқ екен. Ерзат жалғыз болса да, екі кісінің жұмысын өзі жасап тастады. Егер де жіліктеп үлгермесе, онда сіздер табақсыз қаласыздар. Жүн қалмау керек ең бастысы. Екі болған сияқты деп ойлаймын. Болып қалған сияқты. Қабдол, күйдіріп жіберме, иә? Иә. Негізі болды ғой, қарап шықшы өзің. Жүні қалмаса болды ең басты. Иә, аха. Иә, андағыны тазалап, қыздарға беріңдер, қыздар жақсылап жуып.
қазанға салсын. Я көмектесе берсем бола ма? Ерзат, бәрекелді. Мақтауға тұратындай ақ. Ерзат болды, жіліктеп. Өзі жалғыз, терісін сыпырып жіліктеп болды. Жоқ, сіз дегенде басасын. Илайдың жоқтығын білдірмеді Ерзат. Аға, енді бұл жігіттерге бағасын берген кезде осының бәрін ескересіз ғой, е? Өйткені көбінесе жұмысты сіз істедіңіз. Қолдарының икемдері келмей жатыр. Барды бар, жоқты жоқ деп айту керек қой. Болдық. Мінекей, басы да үйтіп болды. Ерзат, төңкер тобы. Қабдолда болды ма? Еділ аға? Заман достар тобында мінекей Қабдолда басы үйтіп кетті. Олжас, сен де мал сою білмеймін дедің. Енді осы бағдарламадан кейін мал союды енді міндетті Қарап өзіңе түйіп алдың ба? Ағамыздан ақпарат біраз айтты. Бездер қай жерде болу керек, қай жерден омыртқа жаңағы. Ертең қайын жұртыңа қызмет еткен кезде ұятқа қалып жүрме енді. Әріптесімсің ғой, саған жаным ашып жатыр. Рахмет. Ануар мырза, пышағыңызды қойыңыз, уақыт аяқталды. Жігіттерге берілген 40 минут осымен аяқталды. Қойды сойып үлгердіңіздер, бірақ қолдарын бұзып үлгерген жоқсыздар, иә? Жеңіс, болды, тоқтат осымен. Осымен тоқтат. Қазанға тура осы кейінде саласыңдар. Енді барынша үйрендік қайта. Ал жігіттерге берілген уақыт осымен аяқталды. Ануар мырза, жігіттер, келіңіздер ортаға. Марселен, Қабдол, келіңіздерші. Жігіттер. Қысқаша қорытындылайтын болсақ, Ерзат жалғыз өзі терісін сыпырып, жіліктеп те үлгерді. Өкінішке орай, Жеңіс пен Сергей екеуі жабылып, сәл бұзып үлгермеді, иә аға? Ендеше оның бағасын ескересіздер ғой. Жақсы, арнамыздан алыстамаңыздар, көретін қызық әл алда. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қыздар сайысты бастауға сақадай сай. Жігіттер мал сойып, жіліктеп берді, олар демалып алсын, сіздерге іске сәт. Сіздерге қойылатын талап, бас жуып, ішек қарын тазалау. Уақытты үнемдеу үшін жуылған басты жіліктелген етпен бірге пісіре бересіздер. Қыздар, ошақты да өздеріңіз жағасыздар, сіздерге ешкім көмектеспейді. Ішек қарын тазалауға 30 минут уақыт беріледі. Уақыт кетті. Іске сәт, қыздар. Кет. Мына жерден кесу керек папа? Жібек апа бізге көмек керек. Мына Жібек апа бізге бірінші көмек беріңіз. Иә, енді мындан кесесің де мына жақты түйіп қой. Мынау не бүйен деген болады. Енді жаңа кескен ұшын қайда? Кескен ұш міне. Содан су жібере бер. Су? Анадан құйып берген. Чауын құйған қайда? Ішек қарынға қалай аралассам? Мұздай су ма? Қандай кеңес берсем екен барыңа? Бол құйда ызғытып, сол сумен жуа бер. Мынадан бастаймыз ба? Не істейміз? Қайсынан бастап алайық? Жаңағы шегін қайда? Міне мынау. Шықпай тұрма, шығар. Шықпай тұрғанда бүйтіп ала берейік. Міне. Так, мына қойдың майын салады ма екенбіз біз? Осы соны білмей тұрмын. Сен екеулеп ұрватсың ғой ше. Ай, көзім бәрінің қатырып отыр, не болса да. Екеулеп істеп жатсың сен, аяқ өтесің. Шықса болды ғой. Дариға тете, мына жерде бітік қалды, мынаны қараңыз. Мынау бітік қалды, не істейін? Байлай сал болды. Байлай салайын да, мынаны не істейін? Ол сосын өзі не қылады, шығады ғар жанында. Нағыз деликатес деп жатады, иә бұны? Барлық витаминдер осы шектерде болады. Қарай келесіз ба? Бізге де көмектесіңізші енді. Болды ғой енді міне сендер. Сендер бітіп қалды ғой, аягөз. Кел мында жамбаса. Істеп отырып. Мыналар без. Иә, бездерді аламыз, иә. Бұның бәрін алды, ана шеккен ағалап, шектің ішіне су құйып жуасыздар. Как это как?
Ну, надо проткнуть ее и освободить то, что внутри. И потом помыть хорошо. Кім Марслен не болып кетті болсаш? Бірінші мынаны жуып Бір көмек сұрақ сұрай қойып етіп. сырғып кетсеш. Қарынды жара берейінші? Жар, уақыт. Тоқташ, немеше. Да можно нож подать? Нож. Ой, абайда. Ештеңе етпейді, ақырын тартып деді ғой, күшін салмай. Это все одно и целое, да, орган? Что? Вон всю воду давай наливай. Давай же. Ста. О, келесі. На, давай помогай. Да, подожди. Кессеңдерші дәу қылып кішкене. Кешси дәу қылып. Что ты бегаешь? Давай мой быстрее. Что ты руки свои моешь? Кәте енді мынан қалай ажыратады көр. Әдеттегідей просто по факту ажырата бересің. Былай ажыратады ғой, тәте? Ол майме, без ғой бұл. Құмалақтар мынау, е? Иә, құмалақтар ол. Қарын 3 бөліктен тұрады. 40 қабат, тақия қарын және ішек қарын. Міне аягөздің білмейтіні жоқ екен. Қыздар енді асығып кішкене дұрыс істемей жатыр. Жоқ, қыздар молодец, осының өзінде бірінен өзінде. Мен өмірімде бірінші рет көрмеген бұндай нәрсені. Сондықтан да түрлі нәрсе болып тұр. Көріп жүргеннен кейін көргеніңді жасай бересің мысалға. Әй, мен от жағамай атырмын. Наяқта қолым шауып алғаным қалай кетті? Ё-моё, тырнағым ішіне кірді. Мынаны кешіріңдерші, безді. Бол, төкпеңдер. Жоқ, суларын кіріп болып кетті ғой. Бақырып төкпейші, Диана. Мынаны бүттейші. Шақырсашы ана. Парни, идите сюда, кто-нибудь. Көмектесші. Давай, бол. Жоқ, өзім істеймін. Не болды? Бұл құйладым аяқыма. Ё-моё, күйеуге шығасың енді, бол, дайын кел. Аяна, қалың қалай? Жақсы, керемет. Жақсы. Иә. Мен айтып жатырмын да, қарныңды тез тазалау үшін ыстық суға салу керек. Егер жас мал болса, ол тез қырылмайды. Ол 5 минуттан артық жасамау керек. Егер кәрі мал болса, ұзағырақ ұстау керек. Қыздар, уақыт бітті деп жатыр. Аягөз, Аяна, пышақтарымызды қоямыз. Диана, Гүлмира болды, осымен сайыс аяқталды. Алдымен енді әділқазылар алқасы бір қарап шықсын. Қай жерге дейін жұмыс істеп үлгердіңдер? Бірдей сияқты, е? Екі жақ бірдей. Бірдей, е? Жоқ, төңкер тобы кішкене алға шықты ғой деймін. Ол бүйен ғой, бүйен. Бізде бүйеніміз таптаза енді. Біздің бүйенімізді де міне таптаза. Міне бүйен. Бүйен емес. Міне ана жерде боқ бар міне. Көзім ашып кетті. Кім қанша жасап үлгерді? Мына таза, мына. Ол 40 қабат, біздікі де таптаза міне. Шектеме ол, бұлар қарындар айналайындар-ау. Какая разница? Большая разница, жаным. Аяна, мынау бар ма сендерде? Бар, вот, пожалуйста. Осы баға беретін кезде осының бәрін Ендеше қыздарымыз кішкене сөзге келіп жатыр. Жібек апайымыз айтып жатыр. Кім қарынды бірінші тазалап бітеді? Кім қырып бітеді? Соның жылдамдығы есептеледі. Гүлмира, кел. Неменеге сендер жамырайсыңдар? Неге оларда екі пышақ, бізде бір пышақ, соны айтыңдаршы. Вон, нож стоит. Гүлмира мен Аягөз, тынышталамыз, қыздар, тынышталамыз, сабыр сақтайық. Аяна мен Гүлмира қазір сайысып жатыр. Болды. Аяна уже молодец. Болды, ұрысқақ келін болып кетесіңдер. Соны айтам, апа. Күліп жүріп жасасаңдар. Қолдан бермеге тырысып. Все, молодцы. Гүлмира, үлгермедің. Все енді.
Нет, вот она же все. Вот. Гүлмира, В болды, принципе, все. тоқтата. Кішкене шала-шала болып қалды. Но мы же не каждый день это делаем, правильно? Мы городские люди. Дариға ханым, Жібек апай, сіздер енді өзара ақылдасып, қыздардың ұпайларын жазып бағалай беріңіздер. Командалық сайыс болды, сондықтан командаға, ұжымға баға беріледі. Гүлмира, Салтанат, шектеріңді тез-тез тазалап бітіріңдер, өйткені ана жақта қамырларыңның иі оғанып тұр. Нан жаюға кіріспейсіңдер ме? Please try again or call later. Құрметті көрермен, эфирде байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуы. Бір-бір қазанға Аяна мен Диана ие болуда, ал қалған қыздар қамыр жаюға кіріскелі жатыр. Бұл жерде қыздарға біз уақыт жағынан шектеу қоймаймыз. Әділ қазылар алқасы тек қамырдың жайылуы мен дәміне баға беретін болады. Ал қыздар, іске сәт. Рахмет. Стар. Бисмилла. Жібек апай, бұл жерде енді қыздарымыз қамырды қазір тез жаятын шығар, әбден июі қанды ғой. Иә. Гүлмира, осыған дейін қамыр жайып көрдің ба? Әлде алғаш рет па? Бірінші рет қазір бейтіп елейін көрістім. Салтанаттың бейтіп бастағанына қарағанда біраз тәжірибесі бар ау деймін. Жанбота әйтеуір талпынат негізі алма? Иә. Всегда надо побеждать, как говорится. Талпынғанға нұр жауады дейді. Сіз өзіңіз елейсіз ба әлде жайма саласыз ба? Біздің үйде жайма деген нәрсе жоқ, ол коробка сияқты ғой. Мен бірақ жалма, шын айтқанда қыздардың істей алмайтыны таң қалып тұрмын, бар екен ғой, иә. Бұлар енді келіп қайта осы бағдарламаның арқасында біраз нәрсе үйренеді, ол жақсы. Қыздарымыздың өзі айтып жатыр, шақырғандарымызға рахмет. Қиналып та жатыр, бірақ көп нәрсені үйреніп те жатыр. Мен көп семьядан өскен, балалы өскенмін ғой, мен ең соңғы патронмын да. Жанбота, ты в первый раз катаешь? Я один раз в жизни катала, когда меня сестра заставила, так как она сидела с ребенком, и мне пришлось все делать самой. Жанбота, мына алдың осыдан кейін қатты біріктіру керек. От чего может зависеть? Жұмсақты ғой. Я знаю, что Сен мына екі шетінен былай алып отырсаңшы, екі шетінен ғана жаю керек. Екі шетінен ғана? Вот так. Орашы? Енді ора. Ора қолдай. Тағы да ора. Ора. Болды, енді жая бер. Тек шетін ғана жаясың. Диана, Аяна, еттерің пісуге жақын ба? Ой, бұл мен ет. Асықпаңдар, илей беріңдер. Келсек, сабыр сақтау керек. Иә, дұрыс айтасыңдар. Су алып қалмап па? Жоқ, суын құйдық. Тамаша, бәрекелді. Саған қарайлы қатты ма? Су аз екен. Дариға қалай жайып жатыр Аягөз? Қазір көрейік енді. Енді бастады, Бірақ енді білмеймін енді. Әркім жайсы. әртүрлі. Нанды кішкене қаттылауға белесеңдер, жайғанға өте жақсы болады. Дариға ханым, сізді бола ма? Суымның мөлшерін қарастырып беріңізші. Аз ғой. Аз бір самовар құйдым. Құйдыңыз ба? Иә. Аудардыңыз ба еттерді? Иә. Тағы қойым ба? Құю керек сияқты, иә. Қайнағаннан кейін, иә. Айналайын қарағым, алтыным-ай, ақ жүзіңді көргенде балқыдым-ай, көрмегелі көп айдан жүзі болды, есен аман жүрмесің жарқыным-ай. Ай, бәрекелді. Қалқа бала дегенге шалқалама.
қалқа бала дегенге жалқалама. Гүлмираға кішкене көмектесіп жіберсеңіз. Гүлмира, екі шетін ғана. Екі шетін ғана бас, ортасын баспа. Иә. Ұзын болып созылып кетпесін, кішкене дөңгелетіп, ауыстырып, айналдырып отырып жайса, иә? Иә, нанның формасын бұзбай, доп-домалақ. Мына екі шетін ғана, Гүлмира. Бұлай, сыртқа қарай алып отырсың. Ай, Гүлмира, нан жаямайсың ба? Бірінші рет жолға алып отырмын дейді ғой оқтауды. Еркемін, үйдің кенжесімін, жеңгем іштен естетпейді деп баратыр. Иә, кішкене айналдырсайшы. Жеңгеңе барғанды айт енді. Жеңге енді көмекшіңіз боламын деп. Ешкім жеп көрмеген. Иісі мұрынды жарып қара. Ешкім жеп көрмеген. Дәмді болатыны сөзсіз. Қазанды байқап келдім. Еттеріңіз сүйегінен ажырамай тұрғанда түсіріп, қамырларыңызды тездетіп жайып, табағымызды жасайық. Өйткені қазылар алқасы да ана жақта үлкен ақсақалдарымыз, әжелеріміз күтіп отыр. Сондықтан тез әрекеттеніп, табақ тартуын жасайық. Олай болса, жігіттерімізді де көмекке шақырайық, табақ тартуын қыздармен бірігіп жасасын. Жігіттер, қайдасыңдар? Ардақты ағайын, мінекей қыздар етті түсіріп, қамырды салайын деп жатыр. Жігіттер жағы да қыздарға көмектесіп, етті мүшелеп, табаққа салайын деп жатқан жайы бар, е? Ондай болса, кірсіңіздер. Кеттік, бәрекелді. Қамыр салу сәті керемет. О, бол, қайнады, енді салуға болады. Ерзат, дәмін көрші, бір қамыр алып. Біз анда әңгіме экспериментсің ғой. Өзі көру керек. Ерзат көрші. Не қатты. Ал, заман достар тобы. Қамырын түсіріп жатыр. Қамырын табаққа салып жатыр мінеке. Ерзат, табағын қайда? Попробуйте, пожалуйста. Сен өзің көрші дәмін, біз білмейміз ғой. Ладно, дай мне тарелку. Сендер қандай табақтар дайын деп жатсыңдар? Әне, міне. Бәрі нормально. Ойын. Жылама. Күшті шықты қамырың. Жеп көрдік, әдемі бәрі. Дәмді. Осы бұл қатты шашай скопен много информации Нормально, это нормально. білмеген заман алып отырмын. Сіз қамырларын суды алу керек. Шеттерін әдемілемедің бән жарайды. Дұрыс салып отырма, қарап жүр, аягөз. Мен ары қарай білмеймін. Омыртқа. Неғыл, суын максимально ужалмен убирают. Что за ужал? Ужала нету. Попроси у них, они знают. Там ничего нету. Попроси пацанов, они на руке держат их. Басты осыған жоқ. Бас табаққа басталына беріп, дұрыс істеп тұр ол. Дұрыс, енді бірақ мыналарыңда ол ешкім көпсін. Құданыкі ғой, құданыкі ақсақалдікі. Иә, өстіш. Бола береді. Мына жаққа жібересің. Жабота тездет, қамырың езіліп жатыр. Біздікі бар ғой, нелерді, қабырғаларды ауыстырып кішкене, ане қарай. Міне, өстіп бірге үйренеміз бәріміз. Иә. Сіздер дайынсыздар Дайын ма? ба табақтарың? Болдыңыздар ма? Болды, жетеді.
Құрметті көрермен, әділ қазыларымызға ұсынылатын ет табағымыз дайын болды. Ал жігіттер бір табақтан алып, киіз үйде күтіп отырған қонақтарымызға ұсынайық. Құрметті қатысушылар, әділ қазылар шешімін қабылдағанша сіздер киіз үй сыртында күтесіздер. Жақсы кеттік. Байқаңдар, ас болады деп, қонақтарға сәлем айтыңыздар, астар дәмді болсын деп айтыңыздар. Жүріңіз. Ал кетті. Бас табақ. Шын жүректен. Али Сұлтан, бас табақ сенік. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Уағалейкумассалам. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Ал ас келді, аспен бірге бас келді деп жатады. Астарыңыз дәмді болсын. Атамыздан бата сұрайық. Бата сұрайық, иә. Асқа бата беріңіз. Я Құдайым сақта, жақсылыққа баста. Ақсақалды сартысты балалар келсін жасқа. Дендерме саулық бер, құмыр жастарың ұзақ боп, жұмыстарың алға баса берсін. Заман достар тобының табағы. Төнкер тобының бас табағы. Мына қос табақ? Иә, қос табақ Төнкер тобыныкі, мынау заман достар тобыныкі. Шатастырып алмаңыздар. Жіліктерді қарап ала. Қатысушыларымыз қобалжып сыртта бағаларын күтіп тұр. Ал енді, мынау заман достар тобының бастауына келетін болсақ, жаңа атамыздың өзі айтып отыр, бұл жерде біріншіден бастың өзі бөлек келу керек, үлкен кісі келгеннен кейін. Содан кейін жамбас, бір табақта бір жамбас жүреді. Солай ғой. Бұл жерде екі жамбасты бірге сала салған. Қабырғалардың бәрін бөлмей, бүтеу күйінде тартып отыр. Содан кейін мойны, қойдың қанша мүшесі бар, соның бәрі бас табаққа бірге салып жіберген. Ол дұрыс емес, әр нәрсе өз жөнімен болу керек. Өз жөнімен болу керек. Төнкер тобының еті жұмсақ екен. Төнкер тобының бас табағы, бұнда енді бас жаңағы айтып отыр, жеке келу керек еді. Сосын мына бас табаққа жамбас салған, жалпақ омыртқа дейміз, белдеме деп атаймыз, қосып салған сүбе қабырға қосылған. Бұл үлкен бас табақ, сый табақ болып келген. Бұл жөн, бұлардың өзі жағдай білетіні көрініп тұр, бұл жерде. Бәрі орында. Ал енді мынау заман достар тобынікі. Бұл жерде төс бірге жүр. Бұл енді келіндер, күйеу балдар жейтін табақ қой, енді құйрық салған, енді оны тұтасыменен. Сосын құйымшақ жүр екен. Бұл енді құйымшақты сый табаққа, қос табаққа кіргізуге болмайды. Қателік үлкен. Қателік. Жіліктің бәрін қосымшаға жіберген олай болмайды. Ортан жілікпенен, жамбаспенен бірге жіберсе болатын еді. Түсінікті. Бас келді, екі жамбасымен кеп жатыр. Екі мал сойылды, 4 жамбас бар, 4 табаққа түссе болатын еді деп ойлап отырмыз. Мына басқа кәржілік қосылып тартылады. Ортан жілік деген жігіттер жағына тартылады. Енді мына табақ көп болған жағдайда ғой, мына өйге сан аз болды. Асық жілік мына әйелдер жағына, мынандай жасы үлкен анадар болғанда жамбас, кістерге де жамбас. Шалдар жағына бір жамбас, бір мал сойғанда, мына кістер жағына бір жамбас деген секілді. Үсті-үстік келеді, мына қабырғалардан бір жақ қабырғаны, 12 қабырғаны бүтеу күйінде саласап. Олай емес, бөліп, мен бөліп қойып жатырмын, бұлай талдап салу керек. Ұстап, ет тураған адамға болса дағы жеңіл, ана табақтарға бөліп салғанға арқа белдемелер тарып салу керек, жаңа баспен бірге жаңағы жақсы сүйек салып әкет. Ол жақсы сүйек деген, даяшы болып жүрген баладар сол өзі мына төргі табаққа қиқадан жей алған жоқ. Өзі содар жейді, ол дәмсіз, ол бір керексіз нәрсе емес. Тіл деген ең жақсы дәмді тағам. Сондай жолы бар, томалақ жілік дегенді балаға бермейді, бойың өспей қалады деп не қылған менің бірі. Ол балаға бермейтін жағдай. Кәржілік бар, кәржілікті қыз балаларға бермейді. Үйде көп отырып қалады деп картаға жатыр есептеген. Негізінде заман достар жағында
кішкене білмеушілік көбейіп жатыр. Өйткені жаңа екі жамбас, қабырға тұтас, және жаңағы баспен бірге жақты қоса салып жүріп жатыр. Наны да онша неғылмай жатыр. Енді екінші топ, ол топта жақсы келген, наны да жақсы. Енді ол жақта кішкене білетіні білініп тұр. Араласып жүргені, мал сойып білетіні, бәрі, тамақтарды білетіні бәрі білініп тұр. Енді мына балаларға үйрену керек. Жамбас, жалпақ омыртқа, қабырғасын, сүбесін бәрін жақсы жасап әкелген. И мына қамырдың да тұзы жақсы, дәмді. Енді мына замандастар тобына келсек, қыздардың жаңағы жайған нандары қалың болып қалды. Тұзы да аздау болып қалды. Аягөз Салтанат қыздарымыздікі, Енді мынандай құйрықты, мына төс бәрін бірақ салып алып келгені енді сол кішкене ыңғайсыздау болып тұр. Төнкер тобы бір ретімен әкелген. Қос табақты да бәрін. Түсінікті. Ары қарай үйрене жатар жастар ғой. Кішкене сондай бір қапа болып отқан нәрселерім бар, оны айтуым керек. Айта қойыңыз. Дегенмен үйде көру керек қой бала. Иә. Ол әке бар, шеше бар. Енді осы бағдарламадан кейін эфирден осы кемшіліктерін көріп, өздері бір ой тұжырымдап, осындай енді сіздер айтпағанда кім айтады дегендей өздері бір жақсы ой шығарар осы бағдарламадан кейін. Сіздерге көп рахмет. Енді бағаларыңызды қойып кетіңіздер. Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі бағдарлама барысында жоба қатысушылары қой сою, бас үйту, ішек қарын аршу, қойды жіліктеп бұзу және мүшелеу, қамыр илеп жаю, табақ тарту тапсырмалары бойынша сайысқа түсті. Әділ қазы мүшелері әр қатысушының еңбегіне лайықты баға қойып, командалардың ұпай сандарын есептеді. Көп рахмет сіздерге. Олай болса, ас болсын, өздеріңіз әңгіме дүкен құрып отыра беріңіздер. Біз жылжиық. Рахмет. Жақсы. Ал біз бағаларыңызды алып кетейік, рұқсат болса. Қатысушыларымызға барып алып кетсек. Ала қойды. Қорытынды ұпайын шығарайық. Рахмет сіздерге. Рахмет. Астарыңыз дәмде болсын. Жалғастырамыз, ата. Құрметті қатысушылар, қорытынды ұпайларыңыз дайын. Біраз сын пікірлер айтылды. Әр топ өз әділ бағасын алды. Уақытты созбай, жеңімпаз топты атайық. Бүгінгі сайыста Заман достар тобы 59 ұпай жинады. Төнкер тобы 71 ұпаймен басым түсті. Құттықтаймыз. Әдеттегідей жеңімпаз топқа 1 сағатқа телефондарыңызды береміз. Алып алыңыздар. Жоқ, қалай екен ол? Онда қалайсың да, илай болған жоқ оларда. Тез. Оларда илай болған жоқ. Қалай болады екен? Қарынды ашқан жоқ уақытында. Қарынды ашқан жоқ. Не үшін тырмыстық сонда? У меня телефон сел. А можно, да, его подзарядить потом? Бүгін жақындарыңызбен сөйлескенде біз түсірмейтін болдық. Мен не деймін, домбыра не деймін? Жоқ, біз қайта сіздерге сырласуға мүмкіндік береміз. Сөйлессек, потому что... Бірақ сіздер уәделеріңізде тұрып, біз 1 сағаттан кейін телефондарыңызды қайтып әкелесіздер. Салтанат, егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, біз бағдарламамызды аяқтап болғаннан кейін не үшін сіздерге жеңіс берілмегенін аяқтағаннан кейін не қыламыз, оны обсуждать. Аяқтап алайықшы. Мысалы, оның бары әділ қазыларда әлі осында сұрақтарыңыз болса, сол кісілерге барып қойсаңыздар болады. Неге ұпайларыңыз аз болды? Олар сіздерге түсіндіріп береді. Құрметті көрермен, әлемнің түкпір-түкпіріне ақпарат тарататын Қазақ ТВ арнасындағы байланыс аясының тыс жерде реалити шоуы бүгінгі бағдарламасын осымен аяқтайды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.